Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін жүгері сабақтары қосылған ерекше дәмді салат дайындаймыз. Салатымызға керекті заттар: сары болгар бұрышы, помидор, салат жапырағы, жүгері сабағы, суда піскен ет, зәйтүн майы және тұз қажет. Суда піскен етімізді осылай ұзыншақ етіп турап аламыз. Осы салатымызға суда піскен еттен басқа тілді де қосуға болады. Жүгері сабақтарын бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Және болгар бұрышын төрт бұрышты етіп тураймыз. Енді қызанағымызды екіге бөліп, төрт бұрышты етіп қызанақтарымызды тураймыз. Қызанақтарымыз турадық, енді салат жапырақтарын тураймыз. Ыдысымызға жүгері сабақтарын, суда піскен етті, болгар бұрышын және қызанағымызды, салат жапырақтарын саламыз. Және тұз салып, зәйтүн майын құйып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Бұл салат өте ерекше, әрі дәмді, әрі тез дайындалатын салаттардың бірі. Және денсаулығымызға пайдалы. Жаз кезінде осындай салаттар көп жасаңыздар. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Қонақ шақырған кезде дастарханыңызға ерекше сән береді. Менің каналыма жазылып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсем. Келесі кездескенше күн жақсы.